Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар, қалдарыңыз қалай амансыздар ма? Міне, Бәкен екеуміз бүгін Павлодар облыстық көркем сурет музейіне кетіп қалдық. бір қыдырып пәтер деп, анау ресторан, кафе, мафеден бәрі шаршаған десек, сондықтан да осы көркем осындай сурет музейіне келіп көрейік деп осы Павлодарда баршаларыңызға айтамыз, көріңіздер, келіңіздер, қандай керемет біздің Павлодардың өнерлі азаматтарының міне Суреттер қандай картиналар әдемі. біздің ағамыз міне марқұм болып өткен ағамыз міне Қаржасов Ғалым ағамыздың міне суреттері тұр міне. Мынау негізі Абайдың 180 жылдығына арнап жасалған не екен? Көрме. Көрдіңіздер ме? Мына жақ енді осылай, ана жақ қабатында енді біздің Павлодардың жаңағы суретшілердің көрмесі тұр екен ана жақта. Біраз әндерімізді түсірдік осы мұражайда, Павлодар облыстық көркем сурет мұражайында, енді біраз музейінде видеолар түсірдік. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып аямаңыздар, репост жасап отырыңыздар. Осы музейға келіңіздер. Біз аралап шықтық. Қараңыздар, суретші деген енді керемет бір өнердің бір керемет бір саласы ғой. Мынау енді Павлодарға келген қонақтар болсын. Павлодарға келіп жатсаңыздар, Павлодарға осында міне көрмеге кіруге болады. Басаңында ең өнердің бір ошағы міне, музей ордасы міне. Сурет салу деген оңай емес, мен өз балам міне суретші болып жатыр. Оңай емес, сурет салу бір қасиет Алланың берген. Мына кезінде фотоаппарат, бюджет болмаған кезде сол суретшілер суретті салып кеткен ғой, сипаттап кеткен сол заманды, содан біз аз біліп жатырмыз. Біздің ата-бабаларымыз қандай болған, өткен ғасырда не болды, қалай болды, негізі керек деп ойлаймын. Жақсы. Музей. Ана жол ана музейде болдық қағы. Мамық музейде болды да. Сонда болдық. Краеведческий музей имени Потанина Павлодарда. Сол Мамықтың көркем сурет. Міне, мұнда енді кафе емес, шай, анау деген жоқ. Қандай секілді. Мұнда таза міне рухани азық аласың ғой. Қандай сурет, қандай керемет. Мұны мен Павлодардың өнерпаздары суретшінің көрмелері Павлодар облысында. Біздің мақтанышымыз. Осы өнерпаздармен мақтануымыз керек, осы өнерлі азаматтармен, азаматшалармен. Қарашы, керемет. Еңбек қой бұдан. Пикассо, енді жаңағыдай Леонардо да Винчидің суреттері бар ғой, әлем миллион тұратын. Миллион, бесценный. Мұнан ішінде де сондай суреттер бар шығар енді. Сондай неміз жоқ. Хабарымыз жоқ. Баға береді. Ондай сурет болу үшін жарнама керек. Жарнама. Содан кейін әлем. Керемет. Ал жақсы, аман сау болыңыздар. Ал міне, Павлодарға келіп жатсаңыздар. Еліміз өркендей берсін, дами берсін. Суретшілеріміз бүкіл әлем, осы Қазақстанның еліміздің суретшілерін бүкіл әлем мойындай берсін. Жақсы, амандықта келсін.